Қазіргі таңда алаяқтық өршіп барады. Оның бір тәсілі үшінші тұлғаның шотын пайдалану. Ол қалай? Сізге алаяқтар қоңырау шалды делік, сіздің атыңызға кредит рәсімдеді, және де сол рәсімделген кредитті үшінші тұлғаның шотына жіберуді сұрайды. Немесе кредит рәсімдемей-ақ басқа бір товар немесе қызмет көрсетеміз, соған ақы ретінде осындай бір үшінші адамның шотына жіберіңіз деп айтады. Соңында полицияға арыз жазған кезде алаяқтың тұлғасы анықталмайды, бірақ та шотын көрсеткен үшінші тұлғаның жаңағы деректері пайда болады, яғни сол алынған ақшаға үшінші тұлға жауап береді. Сондықтан осы видеоны көріп отырсаңыз, егер де сізге осылай сіздің шотыңызды пайдаланамыз деген алаяқтар адамдар кездесетін болса, сіз оған рұқсатыңызды бермеңіз, өйткені сол сіздің шотыңызға түскен ақшаға сіз жауапты боласыз. Осы өткен жылы Қарызсыз қоғам бағдарламасы аясында осындай алаяқтық тәсілінің құрбаны болған адамдарға біз көптеп көмектескен болатынбыз. Осындай жағдайды заң тілімен айтқанда неосновательное обогащение дейді, яғни негізсіз баю. Ол азаматтық іс бойынша шешілетін мәселе. Егер де сіз дәл осындай алаяқтық тәсілдің құрбаны болсаңыз, комментарийға жазыңыз алаяқтық деген сөзін, біз сізге көмек беретін боламыз, немесе қоғам фин сайтына өтіңіз, жаңа оқуға тіркеліңіз, және де заң көмегін тегін алуға мүмкіндік алыңыз.